Сәлеметсіздер ме, қымбатты оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы Орхон Енисей жазба ескерткіштері. Күлтегін ескерткішін айтқан кезде, мынау Орхон Енисей бойындағы ескерткіштерді айтқан кезде, біз міндетті түрде біздің өзіміздің ежелгі тарихымыз еске түседі. Ол ежелгі тарих дегенде бұл өркениеттің, адамзат қоғамына қосқан өркениеттің басы сияқты көрінеді мен үшін. Неге олай болатын себебі, бұл өркениет дегеннің өзі мынау жазумен байланысты. Жазу деген бүткіл сол ұрпақтан ұрпаққа мынау ақпаратты тасымалдайтын үлкен құрал. Ал сол жазуды ойлап табу бұл өркениет болып есептеледі. Сол өркениеттің бір үлкен ошағы Орхон Енисей бойындағы біздің мынау ежелгі бабаларымыздың қалдырған тас кітаптары. Балалар, тас кітаптары немесе көне түркі таңбалары деп те атауға болады. Бұл ескерткіштер Орхон өзені Енисей бойларынан табылған. Оның әліпбиінде 40-қа жуық графема бар. Және ол жазулардың жұмбағын 1893 жылы Вильгельм Томсен алғаш зерттеген болатын. Енисей ескерткіштері, Орхон ескерткіштері, талас ескерткіштерін тарихи мерзімін ғалымдар 5-8 ғасырларға жатқызады. Орхон ескерткіштерінің жалпы санын 30 шақты десе, талас ескерткіштерінің жалпы саны 20 шақты. Ал енді балалар, ой түрткі сұрақтарға жауап берейік. Көне түркі жазба ескерткіштері туралы не білесіңдер? Ескерткіш кейіпкерлерін танисың ба? Ескерткіштер кімдерге арналған? Сұрақтарға толық жауап берді деп ойлаймын. Ал енді дұрыс нұсқасымен салыстырып өтейік. Көне түркі жазба ескерткіштері қазақ жазуының бастау, қайнар бұлағы, асыл қазынасы. Ескерткіштер ұрпаққа өнеге болар атақты білге қаған, Күлтегін, Тоныкөк, тағы басқа тұлғаларға арналған. Елі мен жерінің бостандығы үшін күрескен, қол бастаған ер жүрек батырлар мен ел билеушілері түркі халқының тәуелсіздігі үшін жанын пида еткен. Мазмұны мен түрі жағынан тілі мен көркемдегіш құралдары, өлең құрылысы, композициясы ежелгі түркі халықтарына арналған мәтін. Батыр баба Күлтегін. Күлтегін Құтлық қағанның екінші ұлы, білге қағанның туған інісі. Шешесі Елбілге хатун. 7 жасында әкесі Құтлық қайтыс болады. Күлтегін мен білге екеуі қапағанның інісі Бөгіні тақтан тайдырып, қағандық билік білгенің қолына өтеді. Тарихи деректерге қарағанда Күлтегіннің 10 жасында ер атанып, алғаш көзге түскен соғысы жау жию, дін жию аймағында болған соғыс. Міне осыдан былай Күлтегіннің ерлік жолдары басталады. Тарихи деректер сол кезде ел тәуелсіздігін сақтап қалу жолында болған қырғын соғыстардың бірде-біреуінің Күлтегінсіз өтпегенін аңғартады. Батыр 47 жасында жетіп, қаза тапқанда төрткүл дүниеден түгел елшілер келіп рухына тағзым етіпті. Сол ескерткіштің ғылыми көшірмесі бұл күнде тәуелсіз елімізде астанасында Евразия ұлттық университетінің бас ғимаратында тұр екен. Ал енді ережеге көңіл аударайық. Бас әріппен жазылатын күрделі құрама атауларға назар аударайық. Бас әріппен жазылатын құрама атаулар: жалқы есімдер, Теміртау, біріккен сөздер. Ал ең жоғарғы мемлекеттік қызмет атаулары бас әріппен жазылады. Президент әкімшілігі, мемлекет, республика, жоғарғы мекемелер, ұйымдардың күрделі атаулары: Қазақстан Республикасы, қысқарған сөздері ТМТ, мекемелер мен білім орындары күрделі атаулардың бірінші сөзі, Қазақ ұлттық университеті,
кітап, газет, журнал атаулары. Егемен Қазақстан, Абай жолы бас әріппен жазылады екен. Ал енді мәтінді, алғашқы мәтінді жақсылап мұқият қарап, екінші тапсырманы орындап жіберейік. Мәтінді тыңдаған, оқыған мәтіндеріңнен бас әріппен жазылатын күрделі атауларды табамыз, иә? Дұрыс нұсқасы: тарихи тұлғалар, есімдер, күлтегін тағы басқа, жер су атаулары, жау жуу, динжуй, ұйым атаулары, Евразия ұлттық университеті. Бүгінгі сабақта әсеріміз. Сабақтан кейінгі әсерім: не сезіндім, нені білдім, қандай ой пайда болды, не үйрендім деген сұрақтарға кері байланыс жаза қойыңыздар. Қымбатты оқушылар, назарларыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.